Ой, зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ. Тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болғаны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітін қылады. Шалдар өзді-өзі құрбыдан айырылып азайып отырса да, бірімен бірінің бітім қылмайтұғыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп, жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрбірден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барған еліне өз елі мақымын деп, өтірікті сыбап қайтып келген соң, сол барған көрген елін жерін мақтап, өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсем де, қай баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, ержеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық, берекеде алсуға табылмай барымта алалық, ұрлалық десе табыла қоятұғыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпілейтұғыны қалай? Баяғыда біреуді пәлен жасымда жарықтық атым арып келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып ет деп, өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, құрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғыны қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұралыспайды. Кейбір антырғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өле жаздайтұғыны қалай? Көп кісі досым жетілген демейді. Егер де бір жетілсе, бағанағы досына бітімі жоқ, дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұртқа ақыл айтарлық кісіні таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай? Біреу-біреудікіне келгенде, үйіндегі малының бәрі де айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда, бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт, тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалатұғыны қалай? Елді пысық билеген несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр келетұғын несі? Кеселді кісі ер келетұғын несі? Кедей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп пәле шығырған кісі мықты атанатұғыны несі? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға да қолы тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүтті үйіп, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай кетпейтұғыны қалай?